Салем достар, менин алгакчы казакча видеомга кош келдиңер. Бул видеода казак тилин калай үйрөндүм сиздерге сону түшүндүргүм келип тур. Басынан баштайм. Достар, Казакстанга баруу негизинде менин 3 жылдык арманым эди. Бул калай баштады? Сону түшүндүрөйүн. Мен аяк асты кездейсоқ бирөө менен тааныштым да, ол түркчө үйрөнүп жаткан экен. Сосын одан сурадым, сиз кайда окуп атасыз, неге түркчө үйрөнүп атасыз дедим. Ол мага айтты, мен Ахмет Ясауи университетинде окуп атырмын деди. Сосын мен де сондай университет бармы экен деп Google'дан издедим. Шынымен де бар экен. Түрктерге казакча, орусча үйрөтүп атыр, казактарга да түркчө үйрөтүп атыр. Сосын башка элдерден келген түрктерге де түркче және казакча үйрөтүп атыр. Бул биздин биригибиз үчүн, баалуулугубуз үчүн, достугубуз үчүн өтө жакшы, менин оюмча. Өйткені қарым-қатынасымыз жақсы болады да, бір-бірімізді жақындан танимыз. Мен де сосын сол университетке бару үшін қатты сабақ оқыдым да, қатты сабақ оқыдым. Күнде 8-9 сағаттан көп сағат оқып, тек қана Қазақстандағы сол университетке барамын дедім, басқа жаққа бармайын дедім. Егер де болмаса, қайтадан тапсырамын дедім емтиханды. Сосын болды. Ұтып алдым емтихандан, сосын келдік Қазақстанға. Бірақ Қазақстанға келгеннен бұрында, мысалы мен бұл университет емтиханына дайындалып жатқан кезімде қазақша үйренуге де бастадым. Яғни дәптерлерім болды, дәптерлерімге жаздым. Сәлем, қалайсың, қалайсыз, қал жағдайыңыз қалай, жақсымын, өзіңіз қалайсыз. Сондай танысу, сосын септиклер, ана-мынау бәрін жаздым. Бәрін деп айтуға болмайды, өйткені сол кездері уақытым көп болмады, бірақ сол кезде де қазақша үйренуге бастадым, яғни бір жерден бастау керек та. Бастау үшін жас кезімде бастадым. 14-15 жастарымда едім, сол сияқты. Және сосын Қазақстанға келдім. 3 жылдық арманым еді. Қазақстанға келдім. Бірінші Кентау қаласына келдік. İstanbul қаласынан Шымкентке ұшып, сосын автобуспен Кентау дайындық факультетіне келдік. Жақсы еді. Сосын сабақтарға бастадық. Сосын мұғалімді байқады ғой. Мен бірнеше сөзді білемін да. Мұғалім сұраса, мен бірден айтам да. Үйренуге де қатты қызығып жатқан едім да, сол кездері. Пайдасы болды. Былтыр. Сосын бұл жетпейді да, мұғалімдердің саған сабақ түсіндірісі жетпейді. Сол үшін не істеу керек? Практика жасау керек. Мен не істедім? Мысалы, университетте достар бар ғой. Университеттен бірнеше дос таптым, мінезіне қарап. Сосын олармен дос болдым. Олармен дос болып, кейде кездесіп, немесе телефонда сөйлесіп, немесе үй тапсырмаларымызды бірге орындадық. Олар маған түркше үй тапсырмаларын жібергенде, мен оларға түсіндіргенде, қолымнан келгенше қазақша түсіндіруге де тырыстым, түркше түсіндіруге де тырыстым. Бұлай қазақшамда жақсы болып кетті. Ең маңыздысы менің ойымша практика. Практика болмаса болмайды. Практика жасағанда қалай практика жасайсыз, соны түсіндірім. Мысалы, біз қазір 2020 жылындамыз да, қолымыздың алтында, қолымызда технология бар. Бұл алыста емес, қолымызда. Бұл телефоннан кірсеңіз, тіл үйрену үшін көптеген бағдарлама бар. Солардың біріне тіркеліп, мысалы сол жақта егерде сендер түркше үйренгің келсе, түрктерге жазасыз. Мен де қазақтарға жаздым. Сосын дос болдық, сөйлестім. Бұл мен үшін практика болды. Мысалы, ол бір сөз жазады, мен сол сөзді білмеймін, сосын сөздіктен қарайым, сосын түсінем. Бірақ қазақша бай бір тіл да, сөздіктегі мағынасын кейде бермейді. Сосын түсінбесем, одан сұрайым. Қазақтардың да көңілі шынымен де өте жақсы, мейірімді адамдар әрқашан жауап береді. Сондай ғой. Сосын
Kazakça'ya ender var, ölenler var. Mesela bir endi yazdım, tındadım, mağan unasa. Sosun sol endin tekstine karayım da, sözlerine karayım. Sözlerine karasam, mesela okuyayım da düşünsem, jaksı bol düşündüm diyeyim de, bilgen sözlerim olsa. Ondan sonra arkarayı jalgastırıp okuganda bir söz çıkarttı. Sonra düşünmeyeyim, sosun sonun sözlükке yazsam. Sözlükке yazsam çıkmasa dostlarımdan sorayım. Şimdi sosun daftarga jalasın. Sosun sol үйренген bilip algan sözümden birovga jalasın da son bir söylem kurup jalasın. Sosun onu unutpaysın da. Бірақ аузыңмен de айту керек. Аузыңмен айтып kulağına кіру керек de. Til ең жақсы естіліп, сосын айтылып үйренеді да. Жазылсын, сосын есіңнен шығып кетеді да. Сондай ғой. Сосын okudum söylesin, sosun звондайсың, қоңырау шаласың, сөйлесесің. Сосын көшеде жүресің, басқа қалаларға барасың. Көптеген отбасыға қонаққа бардым. Қонаққа барғанда шынымен сондай қонақжай бір халық, қазақ халқы. Бұны жақыннан көрдім. Соны Түркияда да әрқашан айтамын. Қазақтар қонақжай бір халық деп. Ешқашан жасырмаймын, жақсы жақтарını айтамын. Сондай ғой, тырысып үйрендім. Қатты сабақ оқыдым. Бірақ менің үйренгенім, біліп алғаным köşede жүріп сөйлесу емес. Ben üniversitede sabaqtарды қазақ тілінде өтіп жатырмын да, мұғалім маған қазақша түсіндіреді. Бұл маған қиын болмайды. Bir tilde үйренуге, сол табысқа жету, сол тілде сабақ алып, мысалы мақалалар оқу, кітап оқу деген деңгейге жету керек та. Сол деңгей өте маңызды. Өйткені мысалы көптеген қазақ орысшаны біледі, бірақ қалай біледі? Мысалы көшеде сөйлесе алады, сөйлем құрады, бірақ мақала оқысан қиын сөздер бар. Сосын кітап оқысан қиын сөздер бар. Ағылшынша да сондай да. Мысалы ағылшынша үйренуге бастайсың. Басында не үйретеді? Hello, how are you? Сондай ғой. Сосын бұл не? Бұл саған қандай пайдасы бар? Сен адаммен сөйлесесің да. Адаммен сөйлесіп, көптеген сөзді үйренгеннен соң әндер тыңдайсың. Сосын кітап оқисың да. Сол қазақша да сондай. Менде көптеген қазақша кітап бар деп айтуға алмаймын. Болса жақсы шынымен. 8 немесе 9 кітабым бар қазақша. Әлі оқығанда білмеген сөздерім шығады. Соларды қарап үйреніп аламын. Яғни бұл менің хоббим да. Шынымен де қатты жақсы ұнайды. Жақсы көремін да қазақша үйренуді. Жаңа бір сөз үйрену мен үшін үлкен қуаныш да қазақшада. Бұл менің хоббим я. Достар, бұл менің алғашқы қазақша видеом болды. Бұдан соң түркше сабақтарға бастайын деп жатырмын да. Түркше сабақтарға бастағанда ең басында сіздерге қазақша түсіндіріп, одан соң сабақтарды түркше айтуға бастаймыз деймін. Түркше жалғастырамыз деймін. Сосын әндер бар ғой, соларды аулардың керек тұр сәндер үшін. Көптеген арманым, мақсадым бар. Қазақ тілі үшін пайдам тиесін деп отырмын. Отыру болмайды, бекерге отыру болмайды. 2020 жылындамыз, күштеген билетте емес мида. Сол үшін қатты кітап оқу керек, жаңа тілдер үйрену керек. Ең бастысы, ең маңыздысы бауыр екенімізді білу керек та. Өйткені қиын жағдайда болғанда бауырым сенің қасында болады. Biz соны өзіміз қиын жағдайға түскенде де көрдік, қазақтар да көрді. Соны жақсы қазақтар біледі, қартаған, жасы үлкен қазақтар біледі. Олардан сұрасаңыз, олар сізге жауап береді. Рахмет достар. Өтініш видеоға лайк басыңыз, сосын коммент жазыңыз. Егер қатем болса, өтініш маған дұрысын жазып беріңізші. Сосын қателердің бәрін айтпай, кішкене де жақсы сөздер айтып, көңіл көтерсеңіз жақсы болады. Рахмет достар сізге.